Оружие труса. Знак позора. Мало что я люблю так же сильно, как убивать им. Но я знаю, ты не склонишься. Будешь драться до самого конца. Этого я не позволю. Нет, ты будешь доживать свои дни в рабстве и унижениях, в муках. И подохнешь в одиночестве. Пусть его люди умрут! И пусть страдают! Кешірім сұраймын. Эйвора, брата Волка, больше нет! Мир позабудет это имя! За тебя дадут много серебра. На корабль! Сонда біз қодыққа тартпақшы бар, мен түсінген. Дернешься. Выколю глаза, ясно? Ветра дуют с юга. На север, потом на запад. Я что тебе сказал? Йотви прикончит тебя! Ты никогда не уйдешь! Нет времени, Сёня. Мои люди в беде. Достан мен қалай меня к іздеп ним. тапсырдым, да? Мен дауысым естілді ма? Естіліп тұр екен, болды. Кеттік, ары қарай жалғастырайық. Бір өзі үш адамды тастаған қылды ма? Кеттік, енді өзінің Мои люди в командасын беде. табу керек. Нужно найти их. Орда да құдаққа жібермекші ме? Мында тамақ бар екен. Ол жақсы. Шатырларда біреу бар. Я чувствую прилив сил. Мына бір щит тауып, найза басқа нәрселер қолына ұстауға болады ма? Осыдан басқа жерде жатыр екен. Үйге кіруге болады ма екен? Болады екен. Онда не бар? Басқа ештеңе қалмады ма? Ар жақтан келдік, енді жолмен кетейік. Оны сындырғаннан не пайда? Береді екен заттар. Сонда 50-50 ғой, я? Зат беруде мүмкін, бермеуде мүмкін. Оставлю на потом. Толып қалды ғой бізде. Мұны керек секілді. Мына жер қан болып кеткен. Біреу өлген бе? Бірақ ешкімнің денесі жоқ қой. Қызық. Әлде біреу қансырап қашқан бекен.
Мына жерден жоқ шықты. Түсінбедім. Қарғаларға қарап тұрмын. Сен неге қарап тұр деп түсінбей тұрмын ғой. Мына жерде мынаны шығуға болады екен. Кім жоқ қой бұнда? Ар жақта адам тұр, я? Және де тау атқысы бар. Воин Кьотви. О, қарға маңы. Мына жерде біреу. Басқа ешкім жоқ секілді ме? Иә, басқа ешкім көрінбейді. Қарғамен шабуыл жасауға бола ма екен? Көзі шығып алатын. Воин Кьотви. О, адам емес, мынау адам. Басқа ешкім жоқ. Воин Кьотви. Ол да бір қайталай береді екен. Бір нәрсені 3 рет айтты ғой. Здесь полно стражников. Артынан тауып өлтіреміз бе? Неге болмайды артынан? Тауып өлтіруге болмайды ма не? Ооо, уақытын үріп жіберді ғой. Тамақ бізде толып тұр ғой. О, садақтың оғы. Негізі қыс маған өте ұнайды. Әдемі ғой, айналада қар. Аппақ. Осмотрись, Сюнин. Тағы да бір адам алдымызда. Басқа ешкім. Бұлар не біреу болып жүре ма тек? Садақтың оғы алдық қой, садақпен көріп та. Артынан атып. Ай жерге мінуге болатын секілді ме? Жоғардан атып көрейік. Басын атсаң сонда бірден өлмей ме не? Әдемі эффект болды. Рахмет, тағы да оқтар берді. Бұда ештеңе жоқ. Адамды өлтірсең, сода тұрған оқты қайтарып алуға болады екен, е? Онысы жақсы. Бостан босқа жоқ болып кетпейді. О, тағы үйшік. Бір адам жоқ екен. Жоқ. Сары бірдеңе жанып тұр. Не болды? Сандық екен ғой. Пожалуйста. Руда. Жаңағы кет болған. Неге мініп кете береді бұл? Көкем, қалай ұрып атсың? Алдыңдағы нұрсай. Бір жәшікті 2 сағат ұрдық қой. О, алдымызда 2 адам бар екен. Воины Кьотви. Лучше им не попадаться. Бірақ бұлар бірге тұр ғой. И мы заживем, словно ярлы. Если бы не клан Ворона. Они там все как берсерки. Эйвор, брат Волка, убил 10 наших.
Эйвор отведает хлыста. Сын Ярла Сигурд верно погиб в море. И скоро вороны исчезнут без следа. Біздің тайпамыз туралы айтып жатыр, иә? Біреу отта. Нападут, как только увидят. Қалай жасасақ болады екен? Артынан тауға өлтіре алмаймыз да. Мынау басқа жерге кетсе, садықпен өлтіруге болады. Ал айтпесе төбелесіп кетсек, ол жәндегіні шақырады ғой. Бұл да бір кетпей тұрғанын қарасай. Әлде ананы атсақ, мынау көрем екен бірақ. Көрейікші. Тебя тут не ждут. О, үлгердік. Мынау көріп үлгермей ананы өлтіріп жатыр. Көріп қалған ба деп едім, бірақ жоқ, көрмеді. Арығын алған сияқтымыз да. Не мынау қар толып қалған ба? Тамақтардың ішіне. Қар жемеді. О, ар жақта қалашық бар секілді. Жолмен жүре берейік, бәлкім сол жаққа апарады. Ар жақта боғыма тұрған. Ол жақта боғы бар екен. Тек адам емес, сонда жануарлар да бар ғой. Үшеу ме? Аны үлкен екен, е? Біреуі еркек, екеуі ұрғашы секілді. Звон железа. Где-то рядом идет бой. Ар жақта біреу төбелесіп жатыр. Да, старый пес. Ты жив? Да. Ускользнул в суматохе свалки. А с тобой что? Кьотви пожалеет, что хотел продать меня в рабство. Не сегодня. Я видел, как он взошел на драккар в Авальдснесе. Отплыл на восток, а нас оставил. Наверняка еще можно всех спасти. Я найду их, а ты готовь корабль. Хочется славы? Думаешь, спасешь всех в одиночку, и о твоем подвиге сложат песню? Тогда я пойду на берег, убью врагов, захвачу наш драккар и подниму парус. Что скажешь? Нет, нет, я сам туда пойду. Это куда опаснее. А ты поищи наших в доме. Вот, возьми. Мертвецу он ни к чему. Иди, встретимся у корабля. На жаңағы қалашық па? Авальдснес. Здесь клятва преступник держит моих людей. Жаңа өзі бүкіл нені өзіңе аласың ба деп тұрып. Қалқан. Екінші қолға қалқан талық. Түсінікті. Покажи, что там впереди. Сарыны. Адам байқап тұрған жоқ па мұнда? Ешкім жоқ па? Жоқ, біреу тұр.
Басқа ешкім байқамайды ма? Мынау не? Сары болып жанып тұрған. Үйге кіріп көру керек, иә? Басқа А қападан Вальцнес кірмей так и кишит людьми, пьет мына ее. жерден кірем ба? У главных ворот меня могут Қорқынышты болып заметить. тұр. Өзі де айтып тұрған. Длинный дом. Мои люди должны быть там. Ештеңе жоқ па басқа? Жоқ секілді. Жаңа сары болып жанып тұрған мына үй ме еді? Ол жақта адам бар секілді ішінде бірақ. Артта адам жоқ. Жоқ, ол сыртында екен. Адам. Ой. Қазір мына жақта ұстап қалатын. В крыше где-то должна быть брешь. Жоғары шығу керек секілді. Будешь дергаться и попаду по шее. Абайлаш. Будет неприятно. А я рад напоследок устроить тебе неприятности. Басқа ешкім жоқ секілді, тек мына жалғыз ба? Ей, қайда өтіп барасың? Жоқ, тоқта. Артқа қайта. Ананы ұстап қалмай түсу керек қой бізге. Көріп тұрған секілді. Жоқ. Бейне жазба бастап кетті. Жалкий трус, развяжи меня и дай топор. Я ничего тебе не должен. Весь твой клан — треллы да пахари. Эй, ты! Положи свой топор или умри! Ты же должен плыть в Ирландию на корабле с рабами. Но если хочешь стать первой жертвой, Один будет только рад тебя принять. Ты сам виноват, Эрги. Разрублю! Я продам тебя в рабство, Хель! Басталасап. На колени, и я пощажу тебя. Замолчи, Қиын не болерді дерись. беріп жатқаныз. Сдохни, мешок дерьма! Ой, рахмет. Әлі өмір сүргім келеді. Оу, жай. Хребет переломлю. Ей. Қорқынышсыз екен. Біреу тисе сол жерде мерт болады секілді саған. Не алды оны? Қойшы, салықтың қойшы.
жарты хаппасың жоқ болды. Садақ тұрғанда төбелесін естейміз. Өліп қалу мүмкіндігіміз бар. Отец, не стоило тебе выпускать этот топор из рук. Если я сдамся, ты пощадишь их? Нет. Нет, Варин! Нет, Варин! Возьми свой топор! Убить их всех! Нет! Естеліктер есіне түсіп жатыр ма? Артынан бару керек секілді. Бүкіл жер құратын көп бар. Мынау не? Адам ба? Эйвор, ты одурманен? Развяжи нас! Что? О, да, сейчас. Естеліктері есіне қайта түсіріп отыр ма? Немесе әкесін көрді. Жақсы екен. Әкесінің балтасын алды естелік. Славный бой, брат Волка! Хоть ты и слегка потерял голову. Слушайте, вы можете сражаться. Так давайте вернем корабль. Нас не нужно просить дважды. Не, әрқайсысы тесіп көрсетіп отыр ма? Қаншама мұнда сонда оны дамыту үшін оның бәрін ашу деген. Қанша уақыт ұзақ бойында тұр ғой. Базар жоқ. Biz bunu aşamayız ekimiz ғой. Bizde nol болып тұр. Толық киініп алдық. Мыналарда тоғы болға дейін. Жас киім жоқ. Оның бәрін қайтарып алдық. Оқ бар екен. Ondan басқа ештеңе жоқ. Сандық ар жақта адам тұр ғой. Жоқ. Аралап деdim. Обходи эту мразь! И закончишь. Оу. Бір соқты мен. Жарты. Қолымыз жаққа жүр. Мыналарың жаман ма? Ей!
Мен қалқанмен не тойтарыс беріп жатырмын. Неге? Міне. Строго за мной! О, арттан шабуыл жасамады. Келсе бетке бет. Өйтіп тұға алмайды. Бар, ұятсыздар. 3-ке 1. Ей, айдаудан тигенде жоқ қой маған. Сендер тағы сонда бізде жабылмыз. Неге, неліктен? Мен басып жатырмын ба? Мен жанымда қайда ұрсам ба? Спускай с твоих глаз! Ей, абайлашы. Біреу қалды. Жоқ, артық тағы біреу бар. Айда. Жатқан жерінен қаптап тастау керек. Қанша қалды? Мына біреу бар. Немене бітпейме бұл? Қанша өлді? Қалқан сындырып тастады. Қашпа, берге ел. Абайлашы, артынан мен ұрып жүрмін. Өзімнің жаным азап кетті. Жаным толтырбауға болмайды ма? Өзі де толмайды екен, Онда ойланып төбелесу керек қой мұнда. Бет алды жүгіре беруге болмайды екен. Онда жейтін нәрсе бар екен. Онысы жақсы. Басқа ешкім жоқ па? Немесе алатын сандық. Садақшы бар шықпау. Садақшы бара бересің. Ооо, басын жауып алды ғой. Бергел, қашпа. Ей, көкем, жақындашы. Басын жоқ. Қандай қатыгез. Жаңа соңғы біреу бар еді тағы. Түсініксіз қайда кеткен. Арттан келетін жаман екен бұлар, не? Бір адамға екеулеп жабылып жүр. Әйтпесе біртіндеп болса қатып кетеміз. Міне жерде біреуге үшеуі жабылып. Атып ұрады. Мынау көкем жашыл сендер бала. Яна жаңа емес па? Бізбен бірінші сөйлескен. Қайыққа барам деген ады. Сенде ана садақ бар дейсің. Бізде де садақ бар. Болды ма? Осымен бітті ме? Ешім қалмады ма? Арықта біреу жүр біздің. Ештеңе жоқ. Біреу төбелесіп жатқан бала шығады ғой. Көмектесейік анаған.
Не төбелесің. Болды. Бар. Айтқаным. Қызық. Неге? Немісенікіне бірақ. Қазіргі заманға ұқсайтын суда тұрған. Так, О, без враги, мастеровиков. на весла. Путь китов зовет нас домой. О боги, давно пора. Молчи и начинай грести. Парус поднять! Жаңа қалған адамдардың сонда. Қасап кетіп Ты молчишь, Айвор? Ты виноват, и тебе нечего сказать? Мы не понесли потерь в бою, а наши враги заплатили жизнью за дерзость. Что еще говорить? Ну, например, я был глуп, безрассуден, упрям и слеп, а еще я пахну кровью и дерьмом. Я сказал лучше, чем ты. Эйвор, смотри! Кто-то решил разбить лагерь на том острове. Люди Кьотви вгрызаются в любые клочки земли, как псы в кость. Хоть ты одной ногой в могиле, мы легко справимся. соғысуға болады екен. Мына жерден басып Бекар, садақ. Шире тұрсаң қалқансың. Сапасыз қалсаң болып тұр ғой сонда. Жаңа мында жанып тұрды ғой. Добыча. Жол Уходим! Соның арқасында бір адамға шөлден біздер жағып жатырмыз. Бірақ екі қолға екен, ә? Көрейікші. Ана көрейікші. Басқа ештеңе жоқ па? Оу. Жаума деп қалдым, ә? Өтең жоқ па? Өте жүрді ме? Оу, кетті. Басқа ештеңе қалмаған секілді. Алатын заттың бәрін алып. Кіммен атысып жатыр? Мында бар екен ғой. Готовьтесь! Зал! Болды, шаруасы өткен бітті. Парус! Лови ветер! Әлі 1900 метр жүргізді екен. Кьотви придет за нами и будет сильнее, чем прежде.
Не удивлюсь. Эту войну ведет уже 3-е поколение. Вряд ли Кьотви сдастся так просто. Твоя ненависть пылает жарче костра. Так, что может согреть мне яйца? Может, лучше штаны из тюленей кожи? Будь осторожен. Ненависть может ослепить тебя. Он убил многих из нас, не только твоего отца. Ты не один в этой битве. Әлі басқа да шабуыл жасауға болатын жерлер көрсетілді. Бірақ оның Стюрбьерн басқа будет недоволен, уақытта что ты его болатын. ослушался. Разумеется. И тебя это не беспокоит? Меня беспокоит только одно. Он слишком поздно поймет, что я прав. А что Сигурд? Что сказал бы он? Будь Сигурд здесь, он бы сейчас вытирал кровь с топора и улыбался, подставив лицо ветру. Қараңыздаршы, биікте орналасқан екен, иә? Оған шабуыл жасаудың өзі бір қиын И что секілді. ты скажешь нашему конунгу о случившемся? Скажу правду. Мы напали на крепость Кьотви, убили его людей и ослабили его власть. А то, что ты чуть не потерял своих людей, а сам едва не угодил в рабство, это войдет в твою сам? Скальд, который отважится спеть об этом, замолчит навеки. Мартин Башат соны өлтірем деп тұр сонда, иә? Ловить парус! Бомбаңды соғысып қойып. Мынау біздің қашқа сонда. Ого, кормилец Воронов вернулся. Мы думали, что потеряли тебя. Навсегда. Ты всегда тепло встречаешь меня. Ты неважно выглядишь. Что случилось? Достаточно сказать, что люди, которые задержали нас, мертвы. А ты как? Хорошо. Хотя, признаюсь, я весьма утомилась, успокаивая Конунга. Он тобой недоволен. Я так и думал. А Сигурд? Он вернулся после набегов? Должен вернуться сегодня. По последним вестям, он где-то у Ставангера. Рад слышать. Нам нужна его храбрость. Сигурд не спасет тебя от гнева своего отца. Ты еще не понял? Набег прошел не слишком гладко? Они редко проходят гладко. Но мы убили много людей Кьотви. И среди мертвых тел я нашел топор отца. О, после стольких лет... Отнеси его Гуннару. Топор нужно наточить. Так и сделаю. Но сначала к Конунгу. Не советую идти сейчас. Он беседует с посланником с севера. Подожду. Ты сам не свой. Что-то не так? Я не видел топор отца 17 зим. Во мне что-то пробудилось. Впервые с того дня, когда отца убили. С того дня, как я получил этот шрам. Скорбная память горька. О бедах, о боли. Поговорю с Валкой. Она поможет мне понять мои чувства. Не торопи себя, не спеши. Встретимся в длинном доме. Ты уже не тот, что прежде, как и этот топор. Может, Гуннар поможет и тут? Как узнаю, скажу. Бұл шрам қасқар мойнынан тістеген емес пе? Қателеспесем, иә? Ана әйел анасына ұқсай ма? Жизнь сурова, а? Түрі келеді, Рад тебя видеть. Сәлем, сәлем. Эйвор, ты привез нам сокровища. Я сберег свой корабль и дружину. Это дороже серебра. Это не в счет. Нужно серебро и камни. Молчи, Рольф. Почем тебе знать? Ты-то не был в набегах. Сам молчи. Төбелесіп кетпеңдер, шағаламдар.
сөйлесе болады. Как улов? Скверный. Совсем не клюет. Слишком много нынче лодок до судов. Сидеть с удочкой слишком скучно. Лучше взять лук да попытать удачи. Стрелять в рыбу из лука? Вот это мысль. Су бетінде болмаса түбіндегін садақтың алмай қалай көресің? Бізге қайда бар керек? жаңа ұстамен сөйлесе деп едім. Соған барайық. Здравствуй, Эйвор. Сәлем. Бәрі танитын секілді. Эй, никто не хочет выпить со мной? Ладно, Текла, я тебя перепью. Ішіміз бе? Көрейік. Эй, Текла, как твой мед? Альвис говорит, вышло слишком крепко. Осилишь больше одного рога? Көрейік. Қызық болады. senda ketli fyrir þakki. Hann hryllilegur matur en algóður fyrir. Muni hann hafa vel í höndum nú. Ол көрініп бара жатыр. Надеешься выпить столько же, сколько я? Ей, қалып барасың. Тепеден ұстау керек. Ей, тепеден ұстайын деп бұйырладым. Сәл-сәл, өте басы жойма. Қоғамаш, абайлаш. Орнында тұра алмай тұр ғой уже. Ай, неғып ерте басып жатыр. Қиын екен. Қиын, сәл қалғанда топ қалдық. Я могла бы перепить вас всех скопом. Не огорчайся, большинство этих бакраутов давно валялись бы под столом. Есімізді білмей тұр енді, болса керек Выпьем, беді. друзья, и повеселим богов. Айналаның бәрі. Тұман болып кетті ғой. Негізі ұтып тұр едік, сәл болмағанда. Сәл соңында қателесіп кеттім. Максимді сөйлесу керек. Кто ко мне пришел? Совершенствуешь мастерство, Альвис? Эйва! Во всем Мидгарде лишь твои насмешки страшат меня. Ты научил меня слагать стихи, старый друг. И скоро я превзойду тебя в этом. Хочешь еще один урок? Поединок здесь и сейчас. Что скажешь? Вот. Я согласен. Я обычно ставлю несколько монет. Большинство любителей флютинга также любят делать ставки. Но сегодня без них. Я начну. Я готов. Точность рифм и размера – вот ключ ко всему. Чтобы вылепить форму стиху своему, все продумай всерьез, выбирая слова. Скальду слоги считать не составит труда. Интересно, ритм ты сохранил, но с рифмой не справился. Теперь поговорим о смысле. Скажем, флютинг.
это живое сплетение слов. Не бездумная брань, поединок умов. Я скажу, что пуста у тебя голова. Я отвечу в свою, загляни-ка сперва. Славный ответ! Ну, Я ладно. назвал тебя глупым, ты отразил выпад. Говорил об уме, твой ответ тоже был о нем. Если на ум приходит не один ответ, используй тот, что ближе по смыслу. Последний? Что ж, ступай, остроумием мир покори. Покажи всем огонь, что пылает внутри. Как хотел бы я знать, кем ты станешь теперь. Бірінші мен екінші ұнап тұр. Ученик твой тебя превзойдет, уж поверь. Прекрасно, да! Твой что? ответ разит наповал. Твой флютинг хорош и достоин похвал. Твой стих как топор и разит наповал. Спасибо, Альвис. Я запомню твой урок. Бізді мақтады. Жай мақтап қана қоймай, бұл мен харизмантты көтеруге болады екен. Онда жақсы. Ар жақта тағы біреумен сөйлесуге болады екен. Енді әйелі ғой. Kom du! Сюда! Игра в кости никому не повредит. Орлок. Садись. Пора бросить кости. Көрейік. Ладно, давай. Ну что ж, тогда начнем. Бастасаң баста. Hei du, tässä tulet! Tässä olet! Орел или решка? Орел таңдайық. Бірінші біз, жақсы. Төртеуін таңдасақ. Бұл нені білдіреді? Осылай барады. Кеттік. Шитпен қалғанмен балта түсіп тұр ма? Қалған таңдайық. Бұны қалдырып келесі пайдаланамыз. Үш қалған бостан босқа қалып кетті. Бізден екеуін алып алды ма? Жоқ, біреуіне. Интересно. Олай екі салды.
Қалқан. Бір садағын қайтарып тұрмыз. 2 садақ біз оған атамыз. Бір садақ. Бізде оған шабуыл жасасақ, немесе қорғанамыз ба? Тағы көрейікші. Ода қалқан түсті. Ол біздің бір нені қайтарады. Таңдаймыз ба? Таңдап көрейік. Ода қол жоқ. Бізден ештеңе ала алмайды. 5 урон беруге болады дейді. Осыны көрейік онда. Бізде оны үшеу бердік. Бесеу бердік. Жақсы. Қолдайық. Мына екеуі тағы не беретіндей. Ауысып кетеді. Көрейік тағы. Ол біздің екеуімізді... Жоқ бұл. Садақты қайтарады ғой. Қателеспесем, иә? Ол тағы аламыз. Жоқ, садақты қалқан қайтарады екен. Онда жақсы, дұрыс. Онда бір садақ атайық. Таңдамай ма сонда? Ондайды болма өтіп жіберуге. Қызық. Онда үшеу. Жоқ, бұл жол таңдамай қойық. Оны бізден алып қойса бізде аз болып қойын деп тұр. Біреуі деп екеуін қатар біреуірді. Қап, бізден екеуін алып қойды. Біз одан алған ол өзі қайтар болды. Садақты қайтарамыз. Біз өзіміз атамыз және бір несін аламыз. Жетонды. Вот эти. Тағы садақ па? Ол... Жоқ. Осылай істейік. Нан істеуге болады, бірақ бұл бір жағынан жетон береді бізге. Бір жағынан ол бізге балтамен шабуыл жасаса, соны қайтарады. Бірақ ол таңдамаса ше. Босқа қойдың деп тұр. Бірақ жетон береді ол бізге. Сонысы жақсы. Бір жақсы не бар екен ода. Балта. Бір садақты қайтарамыз. 2 садақ тиеді. Неге? Тағы шабуыл жасап көріміз бе? Көрейік. Ол жинап от, бірақ неге бізге шабуыл жасамайды? Жетонды. Да ты поддаешься. Как ты? Что? Нет. Опять. Жоқ, рахмет. Может, в другой раз. Келесі жол. Иә.
Hvernig gengur? Ek veit ekki. Қызық ойын екен, бірақ Er hann eigi svo byrður að ұзақ ойлану керек. Við komum Jarl Silfri að kaupstað við það sinn. Vantaði oss mat meir en að þeirra. Ей, мінси. Það væri betra að gera. Ұста ғой, жаңағы ұста деген. Эйвор, с возвращением. Гуннар, хочу показать тебе кое-что. Әкесінің айбалтасы. Во имя Тора! Топор твоего отца! Я не видел его с тех пор, как... долгое время. Я выковал его давно. Еще хорош. Один из лучших, Айтқасы что келмеді я ғой, сделал. әкесін өлген. Да, хорош. Но лезвие затупилось. Можешь заточить? Могу сделать острее и укрепить рукоять. Тебе повезло. У меня остался лишний слиток. Точно лишний? Судьба велит помочь тебе. Но впредь приноси мне слитки сам. Я не могу делать их из воздуха. Ойынның бастамасында өздері көмектесіп жатыр. Қаруды мықтауға болады екен. Сонда не мықтағандар? Бірақ басқа ештеңе мықтағанбады ғой. Все сделано. Что-нибудь еще? Не бар сенде? Заттар, киімдерін мықтауға да болады екен. Бірақ бұл бастамасы ғой, кейін сәл жүрсек басқа киімдер беремін. Бұны мықтылап алсақ бекер кетпей ме? Сол үшін Нужно что-нибудь еще? Как живешь, Гуннар? Все хорошо? Работа кипит, и я бодр. Но ночи стали холодными. Я теперь одинок, может, ты слышал. Да, мне очень жаль. А вы были вместе сколько? 5 недель. 5 прекрасных, страстных недель. Да, все кончено. Когда я найду свою Брюнхильду? Валькирии уже не встретить в этом мире, Гуннар. Умерь свои аппетиты. Что? Посмотри на мой товар, на оружие. Мне нужно все лучшее. На меньшее я не согласен. Не болған сонда? Әйелі қайтыс болған ба әлде? Ажырасып кеткен бе? Пока это все. Приходи еще. Еса қаптамы. Қой, рахмет. Мынау жақсы болды. Осыны көре керек. Бізге болмыс бірінші үстін көтеру керек. Бір соққыдан өліп қалуы мүмкіндігін бар. жаңа басқа да нелер бар еді.
қызық екен. Адам қатты көп болып кеткенде пайдасы тиеді секілді. Бірақ менде қазір екі қолды қару болып тұр да. Ол үшін басқа қаруға алмастыру керек. Не істейміз? Бірақ ұнап тұр маған. Бұған да бірақ не керек? Қалқаны керек. Мынау да қызық екен, жүгіріп келе жатып. Мына жерде көп ұнап тұр маған. Мынау ұнап тұр. Жоқ. Мынау ұнап тұр. Және мынау да ұнап тұр. Немесе мынау. Мынау екеуі ұнауға болады. Әлде мынау екеуі ұнауға болады. Бірақ ол үшін қару ауыстыру керек. Бірақ бір жағынан көрейік. Егер ұнамай жатса, қару ауыстырамыз. Эй, не дашь ли совет, где здесь лучше охота? Может, и дам. Только не хочу, чтоб неумехи распугали тут все зверье. Принеси мне 3 пары оленьих рогов. И, может быть, расскажу тебе кое-что. Достойный вызов. Я скоро вернусь. Келесі кім? Енді тағы бір адам бар екен. Свенд, придумал новые рисунки? Да, есть чем похвастать. Қандай суреттер? Дай-ка посмотреть. Смотри! Тату ма? Бетке екен. Бұл да қазір осы тұр ма сонда? Осы әдем секілді. Шаштың түсін өзгертуге және қысқартуға болады екен. Бірақ онда бір қатты көп емес екен, Nerede bir жас бала. Әдемі басқалар бір қатты дәу қалғандары ұнамады. Тебе нужно что-то еще? До встречи, Свенд. Ладно. Сенің де шаш жасау алды ма? Басқа ешкім жоқ. Должно быть, они закончили. Если у тебя остались дела, лучше сперва закончи их. Дай ему время. Можно поговорить с Валкой, тогда мне станет легче. Да, Конунг никуда не уйдет. Похоже, ты умеешь играть в кости.
Туве, что, променяла иглу на стрелы? Эйвор, научишь меня стрелять из лука? С удовольствием. Видишь, как я стою? Расставь ноги, но не шире плеч, и упрись покрепче. Оттягивай тетиву, сделай вдох. Найди точку, куда нужно попасть. Представь, как стрела пробивает ее и летит дальше. Выдохни и пускай стрелу. Спасибо, Эйвор. У меня есть кое-что для тебя. Видишь? Точно в цель. Спасибо, Эйвор. Я могу сочинить для тебя татуировку, например, чтобы украсить твой шрам. Спасибо, но я хочу, чтобы шрам был виден. Я не хотела обидеть. Если вдруг захочешь, рисунок будет твой. Енді қайда барамыз? Бізге мынаны бірінші бітір деп келеді. Сосын барып тек мынаға кірісуге болады екен. Бұл қатталыс па? Бізден алыс екен. Онда достар, осымен бірінші бөлім аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Кімде-кім ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Ботек бастамаса сау саламатта болыңыздар.